Жазғы мезгілі мен қалада ұзақ болған жоқпын. Үйге оралғанда почта жәшігімнің хаттарға толып тұрғанын байқадым. Олар шамамен 30 шақты болды. Және кері қайтару мекен-жайсыз. Кейбіреулері салмақты, тағы ұстағанға ылғалды болып тұрды. Ұзақ суда немесе ішіне сұйықтық құйылғандай болып тұрды. Әр хатта менің есімім мен мекен-жайым жазылып тұрды. Тағы бұл хаттардан шіріп атқан еттің немесе сасып атқан қоқыстың иісі шығып жатты. Оларды үйге алып кіргім келмеді, бірақ қызығушылығым жеркеніштен мықты болып шықты. Әйтеуір оларды үйге кіре бере бірден жуыну бөлмесіне алып кеттім. Иісі үйдің ішіне жайылмасын деп. Үйінде хаттың ішінен тәуірлеу дегенін алдым. Ашсам, ішінде маған таныс емес адамдардың суреттері екен. Көздері кесілген, тістері сынған, мойындары бауыздалған. Көргенімнен өзімді жаман сезініп кеттім. Қалған хаттарда не бар екенін ойлағым да келмеді. Бірақ қызығушылық тоқтатпады. Қорқынышпен хаттарды кезек-кезегімен аша бердім. Ақырындап қолымда суреттер жинала берді. Неше түрлі өлген адамдар, кесілген бастары мен ота үстелінде жатты. Кейбір хаттарда қанның іздері болды. Солардың бірінде маған бір бұлыңғыр таныс адамның суреті тап болды. Әрі қарай қанша суретті ашсам да маған таныс адамның суреттері шыға берді. Олардың бірін жұмыстан көргем, бірі мектепте бірге оқығанбыз. Соңғы хатта адам сенгісіз жолмен өлтірілген жақын достарым мен туыстарымның суреттерін таптым. Енді міне қолыма соңғы хатты алғанымда ішінде не бар екенін ойлаудан аяқ-қолым дірілдеп тұрды. Ашып суретті алғанымда өзімді көрдім. Басқаларына қарағанда менің көзім, басым, аяқ-қолым орнында болды. Бірақ суығырақ. Мен бұл суреттердің үйге жақындағанда хатты алмай тұрғанда түсірілгенін түсіндім. Ал қазір артында біреу жүргендей.